Ауырған адамға дұға көмектесетіні рас па, әлде өтірік пе? Сан-Паулу қаласында жеке клиникадағы бразилиялық дәрігерлер коронавирус пандемиясы өршіген тұста 2020 жылдың қыркүйегі мен желтоқсан аралығында науқастар арасында қызықты тәжірибе жасаған. Олар науқастарға дұға көмектесе ме деген сұраққа жауап іздеп көрді. BBC сайтының жазуынша эксперимент барысы былай өткен. Біріншіден, COVID-19 анықталған жүздеген науқасты екі топқа бөлген. Екіншіден, ауыр жағдайда жатқан науқастарды тізімге қоспаған. Сонымен қатар, жеребе нәтижесін, яғни науқастар да дәрігерлер де топты қалай бөлгенін білмеген. Ал екі топтағы науқастар медициналық хаттамаға сәйкес бірдей ем қабылдап отырған. Зерттеу авторларының жазуынша, дәрігерлердің өтінішімен христиан қауымының жетекшілері науқастардың сауығып кетуін тілеп, күніне 4 сағаттан 3 мәрте дұға жасап отырған. Дәрігерлер дұғаны еркін түрде жасауға болатынын айтқан. Алайда олар науқастардың өмірін сақтауға қатысты, реанимацияға түскен адамдардың аз болуына байланысты, сонымен қатар ауруханаға түскен жандардың аз болуын тілеуді міндетті түрде сұраған. Зерттеу авторларының жазуынша, екі топтағы науқастардың клиникалық зерттеу нәтижесі бірдей болған. Ал дұға COVID-19 салдарынан қайтыс болған адамдарға еш әсер етпеген. Екі топтан бірдей 8 адамнан қайтыс болған. Бұған қоса, реанимация бөліміне ауысу, реанимация уақыты және ауруханада болған жалпы уақыты бойынша да аса қатты айырмашылық жоқ. Зерттеу авторларының қорытындысына сәйкес, дұға ем барысында науқастың жазылып кетуіне оң әсерін тигізбеген.